Ал достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен негізі Заринаның қолөнермен айналысып жүргенін көрген болатын. Енді үстіне де сол қолөнермен өзі тіккен киімдерін киіп келген болатын. Енді сол сіздерге мастер-класс көрсеткісі келіп жатыр. Өз қолыңызбен жасауды, әрі оны сатып табысқа шығуды үйренесіз. Негізі ең жек көретін дүнием осы. Екі түрлі жігіттер болады. Бір қызға қол жете алмайды да, ол қыз қарамай қойғаннан кейін, солай ма дейді де, содан кейін болмаған затты болды деп бүкіл жігіттерге, сен білесің бе, ол қыз мынандай деп бастайды өсектерін таратып. Содан кейін оның жартысы өтік, жартысы шын, жаңағы қыздың репутациясын түсіру міндетті түрде. Қол жетпейді ғой өйткені оған. Екіншісі жаңағы бірдемені күдіктеніп қалды, өзінің тікелей барып сұрауға дұқ жетпейді де, елге барып, сонда қарашы қызып, әлиге барып осы сөзді салып беруге сенің дұқың жетеді. Тікелей адамның өзіне Ашып көрсеңізші. Жоқ, ол өте необычный. Короче, Дайсон алдық та, еще бұл просто Дайсон емес. Осы Дайсон бар ма еді негізі? Өйткені бір қыз айтып, балаңыз Дайсон әкелген, неге алмадыңыз дейді. Қандай Дайсон білмейді. Жоқ, сыртын жазыңызшы. Лаззат дейді ғой. Мен атымды қатты қамтатсың ғой десең. Көрейік. Нағыз біздің салонға арналған. Салонға емес, сізге алып жатыр. Тағы не бар ішінде? Біраз нәрсе бар деген сияқты ішінде. Оны енді қыздардан сұрап аламын ғой. Мынау не? Неше түрлі насадка бар. Қарағым. Нағыз енді мені күтініп жүрсін. Мен күтім орталығын ашқаннан кейін мамам өзі күтініп жүрсін деген солай, өз идеяң ба? Рахмет. Мынандаймен алыпсың ғой, енді одан сайын күтінетін болдым. Өзі сенмін. Гүлжаненок. Ал Тілек мені сүйіп сүйеді. Ал Каужан мені үйіп сүймейді. Мен жақсы көресің ба, не уже? Уже жақсы көресің ба? Қалай тез? Очкиі бар екен. Қалай болды? Сразу жақсы көре алмайсың ба? Жариғұла. Кім қызысың? Менің қызым болшы, пожалуйста. Ренжімеңіз, пожалуйста, менің қызым болшы. Қыз бар ғой үйде. Қандай? Жоқ, сен менің қызым болшы, менің. Пожалуйста. Қыз папа деп жылаймын қыз. Жарайды онда. Шымкент қаласына кетем, 20-сына. Салон не отыр? Салонға енді бәрін шақырамын. Келіп, релакс студиясын көріп, танысып кетіңдер достарыммен. Достарыммен бірге келіңдер. Кімді алып керек? Өзі ғой Айгүленовті алып келем деді. Сен де айттың ба? Сіз айттыңыз. Онда Айгүленовтармен келіңдер. Уже білетін шығарсыздар, келе салып сразу Юкарға келдім. Бізде Самат деген жігіт Чанган 55 плюсты алып жатыр екен. Құтты болсын. Мына жақта қазір біреуға кетті, давай. Құтты болсын деп қоясың, короче. Так что міне, кілтің привычка. Бізде обязательно бір көлік беретініміз бар. Мамасы бізде көреді екен. Жаңағыда апайға жалын сәлем. Келіңіздер, Юка, бізде күтеміз. Жағдай, оказывается, Самат өз қаласының елден атын Тілеужан. Осы екеуі деген екен, Тілеужан аламын деп деген, но почему-то Саматқа берді, одобрение шығып, сол Саматтың жолы өтеді. Поэтому достарыңызбен
келдіңіздер, сіздерге одобрение шықпай қалса, достарыңызға шығып кетуі мүмкін деген сияқты. машина жалдады 700 мың айлық төлеп. Ой, қымбат қой бұлар бұл жерде. Ақшасы өте емес ол анандай гонорар өзгені ғой. Иә. Блогер болады дешеді. Ал достар, Светті жетіре берік. Маш, шумағы ғой, қарасет. Пятница, субботадан. Ладно, суббота воскресенье, а понедельник темасы прям. Құлпанамыз да кетші. міндетті түрде Зарикоштың ұстазымен бірге өткізеді. Тегін мастер-классынан. достар, сіздер білесіздер, әр эфир сайын біздің Зарикош қазақ тілін нақышталған Біз бүгін үйдегілермен бірге мегафишқа келіп, осылай күшті тамақтанып жатырмыз. Рамион, қазір балықтар келеді. Алматы қаласындағы ең дәмді балықтар, ең дәмді тағамдар. Ал мен не жібердім? Сен оқырмандарың біле ма? Нені? Ертең бізде күшті тегін сабақ болады бұйырса. Серьезно? Я мастер-класс жаңағы оюдан әдемі киімдер киіп жүрмін ғой мен, шапандар. Сол ертең тегін болады. Бүгін тіркелудің соңғы күні. Өзіңіз, я қыздар ханымдар болса, Укучуктың оқырмандардың арасынан, білетін оқырмандардың арасынан өзіңіз солай тігіп үйренесіз, өзіңізге кисеңіз болады. Сатуды да үйретеміз, табысқа шығуды үйретеміз. Ұстазым Шырмханмен бірге сол сабаққа тіркеліп кетіңіздер. Еще ол сабақта алтын сыйлық болады. 3 алтын ойнатамыз. Осы сабаққа кірген ханымдардың арасынан. Болды, толық ақпаратты қазір жазып кетемін. Я ссылкаға кіріп кетеміз. Сол ссылкаға кіріп бүгін соңғы тіркеліп үлгеріп қалыңыздар. Болды досым, аман болшы. Соңғы 100 орын. Соңғы 100 орын қалды. Мәссаған қараңыздар, ең негізгі тамақ. Бізде балықтар келді, сазат, мына жақта пеш, күшті дәмдер өте керемет деп естідім. И қазір мамалардың көкелерді көріп, ағасын береді. Рамион қандай екен? Алек саған ше? Алекқа шашлық өтіп жатыр. Рахмет, сіздерге прям күшті. Гүлжанның ең жақсы көретін гүлдері болған. Бұл Гүлжанның ең жақсы көретін гүлдері. Тәуіржанға ешкім жетпейді ғой деген әңгіме болды ма? Енді рас қой, мен эфирде де айттым ғой солай. Мен Тәуіржан өзіне де айтқам. Одан асып түсетін әлі ешкім болған жоқ деп айттым. Киініп алып шықтық ал, бір жаққа. Ай гуленок. Ай гуленок. Ай гуленок қайда? Ку-ку. Ой, вкусный, бой. Ай гуленок, ай гуленок. Ай гуленок. Ұйқысы кеттір, ай гуленоктың ұйқысы кеттір. Кетші бak. Деп, ай гуленок шашады. Қыра кеп шашады. Ай гуленоктың ұйқысы кеттір өзінің. Ой, бой. Шық мияққа! Басына тағы принцесса деп. Несі екен біліп қойды ау деймін, негізі.
Қазақстан принцессасы. Айгүлдің қайғыны жақсы көресің. Өзі бәрі сені бүгіннен бастап Айгүленок деп айтады. Айгүленок. Ай кішкене болса, үй болса кеп тұрмыздар. Айгүленок. Жаньонок. Жақсы кетті. Kita nggak bermain. Тақырбас не істейміз? Құртамыз ба еді ғой? Тақырбас деме. Ана өлең айтын кішкентай кезінде осы өлең ұйықтайтын. Менің кезінде воспитательница бар, осы өлеңмен ұйықтады. Айгүленок деген ән шығарайын ба? Айгүленок осыны. Айгүлдің астынан шық. Ақылы алматын сағында. Вообще әңгіме жоқ па еді, суық жоқ болып тұр. Екеуміз әше сөзбен жүрді. Просто бүйтіп көрсетпейміз да? Видеоға түсетін кезде сразу айт. Жаңа машинада бүйтіп аяғымыз тартып қойған ба? Мен де бүйтіп аяғымыз тартып. Ладно. Ақыры аяғым бүйтіп тұр екен, ладно, жақындата салайын, кел деп бүйтіп отырмын. Ладно. Теп ше. Просто бүйтіп көрсетпейміз да? Шымкентте Маржан деген менің коллегам болған. Мен соның ағасы екен деп ойлаптым да, Шымкенттен ба деп. Мен сөйтіп жаза салдым, ойымда ешқандай арам ой болмады. Иә, Шымкенттегі Маржан деді. Сонымен телефон нөмірімді бердім. Маржанға бере салыңыз, мен телефон нөмірімді маған Маржан жазды. Маржанмен таныстырамын деді. Біздің қолымда әке бар. Бағымда алады екен, бірақ мен Мені аямаңыз. мен шынымен ойнамадым. Мықты сәпелейді негізі. Бірақ мойындады жақсы ойнайды екен сол жағынан. Екіншісін сен мынандай істейтін ғой деген қайталайтын едім ғой деп. Андай өтірік. Сен айта алмаймын Аяғымды біле бардық. Бірақ түсіп бара жатқан кезде я уже привык. бәрін жақсы көремін. Are you ready? Did you understand the instructions? Okay, let's go. Have fun. Ал басталды. Ассалаумағалейкум. Осыған 800 мың кетті, 400 мыңнан. Ойланды. Поэтому максимально эмоцияны шығаруға, ақтауға тырысамыз. Қолдарымызда камера болады. В общем, өзім бірінші рет не деп жатырмын даже. Кеше вертолетқа да бірінші рет міндім. В общем, Айгүлдің арқасында біраз нәрсені өзім де бірінші рет көріп қалып жатырмын. Обычно кимейсің ғой парашюттан секіру деген. Не, вообще. Айгүл парашюттан дірілдеп тұрсың ба? Анау суретші көрген сайын еще бүйтіп істейсің деп мен олай жасаймын ба жасамаймын ба деп Тұрсың ба? Иә, менде де кішкене енді пайда болатын сияқты. анаға шыққанда вообще Сен ұмыттың, болды. Бітіре салайыншы осы жерде, өтініш. Келсе, сен де өйстіп тоқтатуын қалайтын едің ғой. Дұрыс, өте дұрыс айтасың. Жігіттер неме сен түсініп отырсың? Сыйластығымызды әдемімен қылып жалғастырайық та тоқтата салайық. Үйге қарай сөйлейінші, шықса. Айт. Просто Ескіміз бар, баян көрсетіңізші. Ескіміз бар, просто андай киімі жоқ сияқты ұйықтап барады, да? Андай тиктокқа айғы киімі жоқ жатып. Анда салынды. Неге?